Адамдар үшін барлық ішкі 12 және сыртқы 12 мүшесі де қадірлі де қажетті болып есептелінеді. Оның ішінде қос бүйректің де өзінің атқаратын қызметі бар. Тибет медицинасында бүйрек қызметі жөнінде ерекше қаралған және өзіндік анықтау мен емдеу әдіс-тәсілдері бар. Осыған тоқталсақ, бүгінде адамдардың 90% бүйрегі сау емес екен. Оған қоршаған ортадағы ауаның ластануынан және күтінбеу негізі себепкер болып отыр. Кейбір адамдар аузымыз сасып кетеді деп пияз жемейді, ал пияз бүйректің қызметін жақсартушы витамині бар көкөніс. Сондай-ақ бүйрек қуық жолдармен байланысатындықтан оған тас байланса, оның да көптеген емі бар. Енді соған тоқталайық. Халық медицинасында жантақ шөпті емге қолданған. Ол шөлді, құмды далалы аймақтарда көп өсетін түйме малының негізгі қорегі. Құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозид бар. Жантақ шөбінің іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиетімен ерекшеленеді. Дәрі жасау үшін жантақ шөбін жаз айларында тамырын күзде жинайды. Өсімдіктің жапырақтары мен бұтақтарынан жасаған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке қуыққа тас байланғанда пайдаланса жақсы нәтиже береді. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі: 20 грамм тамырды 1 стакан қайнап тұрған суға салып 20 минут тұндырып қояды. Содан соң сүзіп алып 4-5 қасықтан күніне 3 рет ішеді. Бүйрекке тас, құм байланғанда жүректің қызметі нашарлап, денені ісік шалғанда да жоғарыда айтылған тұнбадан 1 қасықтан күніне 3 рет ішкен жөн. Бүйрек пен қуық жолдарына байланған тасты түсіру үшін қарбыз піскен мезгілді қолдану өте қолайлы. 1 апта тек қара нан мен қарбызды азық етіп, негізі ораза тұтқандай болу керек. Ем қабылдаудың ыңғайлы уақыты түн кезі. Су толтырылған ваннаға не астауға отырып, қарбыз жесе, зәр қысып құм мен тас кіші дәретпен араласып түседі. Сондай-ақ қарбызға тойып алып, жүгіріп жанын қинаса да, тас пен құм кіші дәрет арқылы түседі. Ал бүйректің қызметін жақсартуға жүгері де мында бір ем. Оны асып жей беру керек. Бүйрек қызметі қалыпты емес жағдайға түскенде көз асты әжімденіп көгеріп кетеді. Көлкілдеп ісіп тұруы да ғажап емес. Енді бұл ауруды биоқуаттық күшпен де емдеуге болады. Ол үшін сеанс алу мерзімі 15 күн және 30 күн аралығын қамту керек. Қол тигізіп немесе тигізбей жасалатын массаждар түрі өте қарапайым. Алақан жылуымен бүйректі тек аялау керек. Сонда берілген жылу бүйректі өз қалпына түсіреді. Сондай-ақ бүйрек ауырмау үшін әуелі суық су ішуді доғарған жөн. Басты бәле осы суықтан басталады. Бүйрекке суық тию оны барлық қалыпты қызметтің науқастануына алып келіп соқтырады. Жоғарыда айтқандай салқын судың орнына сүт, айран сияқты ақ тағамдарын пайдаланып, сосын көбінесе қара нан жеу пайдалы. Сондықтан бүйректің сау кезінде оның ауырмауы адамның өз қолында екен. Егер жоғарыда айтқан кеңестерді орынды пайдаланса, көп жағдайларда желкеге түскен салмақтан көп адам арылған болар еді. Айтылған кеңестер маңызды және маңызсыз болуы әрбір науқастың тікелей өзіне байланысты болады. Науқастың қағиданы сақтауы оның сырқатынан тез жазылуынан басты кепілі болмақ. Ал сіз бүйректі емдеудің қандай тәсілін білесіздер? Төменге жаза кетіңіздер. Видеоны аса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.